Білесіз бе, жұмыртқаны дұрыс пісірмеу денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін. Әсіресе жасыңыз 60-тан асқан болса. Бұл күтпеген нәрсе сияқты естіледі, солай ма? Өйткені жұмыртқа әлемдегі ең пайдалы тағамдардың бірі болып саналады. Ол қолжетімді, әмбебап және пайдалы заттарға толы. Бірақ егде жастағы адамдар үшін пісіру тәсілі, шайнау және тіпті жұмыртқаны басқа тағамдармен үйлестіру денсаулыққа үлкен әсер етуі мүмкін. Сіз не ағзаны нығайтасыз, не байқамай жүрек бұлшық және қан айналымын әлсіретесіз. Көптеген зейнеткерлер жұмыртқаны күн сайын жейді. Бірақ қарапайым қателіктердің, мысалы артық қыздыру немесе дұрыс емес майда қуырудың уақыт өте келе бұл супер тағамды ағзаға зиянды өнімге айналдыратынын білмейді. Сол себепті бұл бейне өте маңызды. Жас ұлғайған сайын әрбір ұсақ шешімнің, әсіресе тамаққа байланысты шешімнің маңызы арта түседі. Біздің ағзамыз коректік заттарды бұрынғыдай сіңірмейді. Артериялар сезімтал бола түседі. Бұлшықеттер нәзік күтімді қажет етеді. Бір қарағанда қауіпсіз болып көрінетін тағамдар, мысалы жұмыртқа, дұрыс дайындалмаса кері әсер беруі мүмкін. Бүгін біз жұмыртқаны пісіру кезінде егде жастағы адамдар жиі жіберетін ең кең тараған қателіктердің қабығын бірге ашамыз және сол қателіктерді қалай оңай әрі қауіпсіз түзетуге болатынын көрсетеміз. Сүйікті асымызды бастамай-ақ. Бейненің соңына дейін сіз жұмыртқаны қалай жеу керек екенін білесіз. Денені нығайту, миды қуаттандыру және жүректі қорғау үшін. Егер сіз 60-тан асқан соңда күш қуатыңызды, тәуелсіздігіңізді және өмірлік энергияңызды сақтағыңыз келсе, елдеуден артық денсаулық сырлары арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Бұл жерде сіз өз денсаулығыңызды сақтауға арналған пайдалы, ғылыми негізделген бейнелерді таба аласыз. Сондай-ақ пікір қалдырыңыз. Сіз бізді қай жерден қарап отырсыз? Біздің бейнеміз қаншалықты алысқа тарайтыны бізге қызық. Енді бастайық. Бірінші қателік, оны дерлік. Бәрі кем дегенде бір рет жасаған, әсіресе жұмыртқаны толық пісірейін деп асыққанда. Көп адам бәрі жақсы піссін, сұйық бөлік қалмасын, қауіпсіз болсын деп ойлап, жұмыртқаны қатты пісіріп жібереді. Қатты пісірілген, қытырлақ қуырылған немесе толық құрғаған омлет таныс әрі сенімді тәсіл сияқты көрінеді. Бірақ көпшілік білмейді. Жоғары температурада ұзақ пісірілген жұмыртқа құрамындағы ең маңызды дәрумендердің бір бөлігін жоғалтады. Бұл дәрумендер әсіресе егде жаста маңызды. А дәрумені иммунитет пен көру үшін. Д дәрумені сүйектердің мықтылығы мен қабынуды азайту үшін. В тобы дәрумендері ойдың айқындығы, жүйке саулығы және тұрақты энергия үшін. Бұл дәрумендер жылуға өте сезімтал. Жұмыртқа неғұрлым ұзақ әрі қатты пісірілсе, соғұрлым пайдалы қасиеті азаяды. Бірақ бұл бәрі емес. Қатты қыздыру кезінде, әсіресе сарыуызда, құрамындағы холестерин тотығады. Бұл күрделі естіледі, бірақ мәні мынада. Тотығып кеткен холестерин ағзаға пайдалы табиғи холестерин емес. Ол артерия қабырғаларында қабыну тудырады. Бұл тамырлардың тарылуына, қам қысымының жоғарылауына және ми мен аяқ қолдарға қанның нашар келуіне әкеледі. Қан айналымы бұзылғанда ең алдымен аяқтар зардап шегеді. Бұлшықеттер оттегін аз алады, тез шаршайды, баяу қалпына келеді. Сондықтан кейде баспалдақпен көтерілу немесе орнынан тұру қиындай түседі. Бұл жастың әсері емес. Тағамды пісіру тәсілінен туындайтын коректік заттардың жетіспеушілігі болуы мүмкін. Бірақ жақсы жаңалық бар. Бұл қатені оңай түзетуге болады. Жұмыртқаны қатты отта ұзақ қуырудың немесе 15 минут қайнатып қоюдың орнына жұмсақ әрі нәзік тәсіл таңдаңыз. Жұмыртқаны 6-7 минут қайнатып пісіріңіз. Сарыуыз алтын түсті, сәл сұйық күйінде қалады, дәрумендер мен холестерин табиғи әрі пайдалы күйінде сақталады. Пашот та тамаша нұсқа. Онда май қасудың қажеті жоқ. Ал пісіру тәсілі ақуыздың қатайып, сарыуыздың пайдалы қалпында қалуын қамтамасыз етеді.
Тіпті қуырылған жұмыртқаның өзін де пайдалы етуге болады. Тек баяу отта асықпай араластырып, сәл қатқан бойда табадан алу керек. Маңыздысы жеткілікті, бірақ шамадан тыс емес температура қолдану. Егер сіз қатты пісірілген жұмыртқаны ұнатсаңыз, оны 9-10 минуттан артық қайнатпаңыз. Сосын бірден суық суға салыңыз. Бұл пісіру процесін тоқтатады және сарыуыздың сұрлануына жол бермейді. Ал бұл оның артық пісіп кеткенінің белгісі. Осындай кішкентай өзгерістер жұмыртқаның ағзаға әсерін айтарлықтай жақсартады. Жұмыртқаны дұрыс пісірсеңіз, сіз тек оның пайдасын сақтап қана қоймайсыз. Жүректі қорғайсыз, қан айналымын қолдайсыз және бұлшықеттерге қажетті құрылыс материалын бересіз. Артық пісірілген жұмыртқа кең тараған қате. Бірақ одан да қауіптісі бар. Ол жұмыртқаның өзіне емес, оны неге қуырып жатқаныңызға байланысты. Қате нөмірі 2. Майдың таңдауы. Ас үй сөресінде тұрған және күн сайын табаға құятын май, пайдалы таңғы асты байқамай ағзаға зиянды, қабыну тудыратын тағамға айналдыра алады. Біз қазірдің өзінде айттық. Қатты қыздыру жұмыртқаның пайдалы заттарын бұзады және зиянды холестерин тудыра алады. Бірақ май таңдау кезіндегі қате бұдан да қаварлы. Себебі оны байқау қиын. Көпшілігіміз бала кезден үйде бар майды пайдалануға үйрендік. Жүгері майы, соя майы, рапс майы, кейде тіпті маргарин. Олар арзан, қолжетімді және бейтарап сияқты көрінді. Табаға сәл құйып, қызғанша күтесіз, жұмыртқаны сындырып қуырасыз. Дайын. Бірақ көп айтылмайтын бір нәрсе бар. Бұл майлардың көпшілігі омега-6 май қышқылдарына бай, әсіресе көп қанықпаған түрлеріне. Ал бұл неге жаман? Шағын мөлшерде омега-6 зиян емес, бірақ оны көп қолдансаңыз, әсіресе қыздырғанда, ол тұрақсыз болып ыдырап кетеді. Бұл кезде пайда болған қосылыстар ағзада қабыну тудырады. Мұндай қабыну бірден байқалмайды. Ол баяу, бірақ тұрақты дамиды. Адам шаршайды, буындар сіреседі. Серуеннен немесе баспалдақтан кейін қалпына келу қиындайды. Кейде бұны жастың әсері деп ойлайсыз, бірақ көбіне бұл жастық емес, қабыну. Ал жұмыртқа пісіріп жүрген майыңыз осы қабынуға себеп болуы мүмкін. Қабыну тамырлардың қабырғаларын зақымдайды, қан айналымын бұзады және буындардың тозуын тездетеді. Уақыт өте келе бұл жүрек-қан тамыр ауруларының, қан қысымының жоғарылауының, есте сақтау қабілетінің төмендеуінің және аяқ-қол әлсіздігінің себебіне айналады. Тағы бір қауіп жасырын трансмайлар. Көптеген өндірістік майлар құрамында жасырын трансмайлар бар. Қаптамада 0 грамм деп жазылғанымен, заң бойынша өндірушілер әр порцияда 0,5 граммға дейін қосуға рұқсат алады. Ал бұл күн сайын қолданғанда ағзада жинала береді. Трансмайлар жақсы холестеринді төмендетіп, жаман холестеринді арттырады. Бұл жүрекке үлкен салмақ түсіреді. Егде адамдар үшін бұл аса қауіпті. Бірақ шешім қарапайым, майды ауыстырыңыз. Жұмыртқаны қуырғанды ұнатсаңыз да, жүрек пен буынға зиян тигізбестен дайындауға болады. Тек қыздыруға төзімді әрі пайдалы май таңдаңыз. Экстра виржин зәйтүн майы. Антиоксиданттарға бай, қабынуды азайтады. Авокадо майы. Бейтарап дәмді, жоғары температураға шыдамды, моно қанықпаған майларға бай. Ги, топленый май. Ғасырлар бойы қолданылып келеді. Жоғары температураға төзімді және буындарға пайдалы. Табиғи сары май. Шамамен қолданса, өндірістік майлардан әлде қайда жақсы. Пайдалы майлар қолданғанда жұмыртқа дәндірек тана емес, сонымен қатар жеңіл сіңіріледі. Тамырларға салмақ түсірмейді және ағзаны жақсырақ нәрлендіреді. Тағы бір кеңес. Жұмыртқаны мүлде майсыз да пісіруге болады. Жұмыртқаны міндетті түрде қуыру қажет емес. Жұмыртқаны жұмсақ қайнату, пашот немесе бая отта жеңіл араластырып пісіру, дәмі де, пайдасы да жоғары. Мәселе тамақтан ләззат алудан бас тартуда емес. Мәселе тағамның денеге көмектесуінде, зиян келтірмеуінде.